Армысыздар, құрметті отандастар. 2 қазан 2024 жылы сағат 12:00 Қазақстан уақытымен жазылып жатқан бейне. Мінекей мынау кезекті арнайы операцияға Путин жариялаған референдум деп, АЭС бойынша тура 4 күн қалды. Міне бәрі қызып талқылап жатыр. Барлығы да былай қоғам жұмысына қатысы барлардың пікірлерін танытты. Біреу ар жаққа, біреу мына жаққа, біреу таза қуып жатыр басқа жаққа. Жалпы не бағыт қандай? Тоқаев белгілеген. Еліміз дамып жатыр, мынау экономика өсіп жатыр, электр қуатын өндіретін нелер жоқ дейді, жаңағы күштер. Сондықтан біз мәжбүр боламыз атом электростанцияны салуға. Осы бағытты берді, бүкіл командасы штаб құрып, бүкіл партия мүшелері насихаттап жатыр. Утюгтерден АЭС керек, ғалымдар, артистер, клоундар, имамдар, бандиттер, сақалдылар, сақалсыздар, барлығы да бүкіл мемлекеттің күш қуатын жіберіп, сөйтіп оппоненттер шығып жатыр. Оппоненттер шығып, ойбай керек жоқ, жаңағы басқа несі бар. Енді бұл жерде мына биліктің бұл жерде маңызды өзі өсірген жаңағы азаматтық қоғамның ішінде өзінің адамдары болады. Қайсылары қоғамды алдау керек. Бұл жерде номер 1 жаңағы рөл ойнап тұрған Мұхтар Жәкішев деген алаяқ бар. Сөйтіп, бұл 20-шы жылы шықты ма? Бұл шығар алдында мен бұған бөлек бейне жасаймын. Тоқаев жариялады. Бұған журналист сұрақ қояды, күннің ісі бойынша қалай Жәкішевтің деп. Жәкішев шығады жақында дейді. Жәкішев 2009 сотталды 14 жылға. Мінекей 3 рет не берді? Мезгілінен бұрын босатыңдар деп. Босатылған жоқ. Себебі 99 миллиард теңге айыппұл бұған басына ілген. Қараңыздар. Ал енді Тоқаев билікке келгеннен кейін олар бұны вербовка жасайды. Бұл бірнеше жыл отырды. Бұның жаңағы имидж пайда болды. Бізде болсын, Ресейде болсын, қудаланып жатқан адам, түрмеде отырған адам, ол зардабын шегіп жатқан адам. Ал бұл жерде Әблязовпен байланысқаннан кейін бұл зардабын шегіп жатыр халық үшін деп неке жалған ақпарат кетті. Бұл жерде сотталғанын біз мойындауымыз керек. Бұл сотталғанды Назарбаев пен бұлар тартыстары. Назарбаевты лақтырам деді, бірнеше 100 миллион долларға атом жаңағы урандарын сатып жасатып. Ашылып қалды да, бұны Назарбаев қысымға алады, соттатады. Қараңыздар, уақыт өтті, аты шыққаннан кейін имиджін бұлар өздеріне пайдаланамыз деп ой шығады да, соны жүзеге асырады. Яғни, ақпан айында Тоқаев сұхбат береді журналистерге. Тоқаев ожидает справедливого решения суда по делу УДО Джакишева. 29 ақпан 2020 жыл. Президент Казахстана Касым-Жомарт Тоқаев рассчитывает на справедливое решение суда, который 3 марта в очередной раз рассмотрит ходатайство Мухтара Джакишева об УДО. Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об УДО по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым, сказал Тоқаев в интервью порталу Информбюро. Джакишев уже провел в заключении почти 11 лет. Мінекей, айтқандай Тоқаев 3 наурыз күні соттың шешімі шығады, Жәкішев босатылсын деп. Сөйтіп, 19 наурызда Жәкішевті абақтыдан шығарады. Шикілік неде? Ал шикілік не, қараңыздар. 2020 жылы ма? Кімді Дулат Ағадилді өлтіргенде абақтыда, сосын адвокат ізденеді, туыстар ізденеді, оны абақтыда өлтірді деп. Экспертиза жариялайды. Бұл 25 күні болса, 27 күні ақпанда Тоқаев шығады да үндеу жасайды. Дулат Ағадилдің қайтыс болған себебі жүректің жетіспеушілігінен, сердечная недостаточность. Орысша айтты. Утверждать обратное противоречит истине. Болды, нүкте қойды. Сөйтіп, судмедэкспертиза тергеуге үстінен қысым көрсетті да, осындай шешім шығартты. 1 жыл ма, жарты жылдан кейін ба,
сот орындаушы жаңағы судмед эксперттер, тергеушілер істі жапты. Тоқаев айтқандай. Мына жерде сот болмай жатып, Тоқаев айтты. 3 наурызда соттың шешімі болады, 10 шешімі болады. Соны шыдап күтіңдер дейді. Ол бірақ немен айтуы мүмкін. Себебі өзі білді, осылай болатынын, және өзі мүдделі. Мүдделі айтқандай вербовка жасады. Жәкішев шыққан бетте Тоқаевқа насихаттай бастады. Бейнелер бар, кейін көрсетем, мұнда толтырмай қояйын. Гордонға Тоқаевтың заманында жақсы демала бастадық, сөйлей аламыз, басқа да. Ал ең басты бұл керек болды мына АЭС бойынша насихат жүргізу үшін. 2020 жылдан бастап 4 жыл қатарынан насихаттап жүрді. Ал қазір қараңыздар, бұның құндылығы агент ретінде, ұлттық қауіпсіздік комитет ФСБ-ның құндылығы қандай мықты. Қазір оны керісінше бір-екіге қайтадан сұхбат бергізіп, анау АЭС-ті жақтамаған сияқты болып. Ал мен былай ойлаймын дейді. Біздің электр қуат жетпеушілігін жеткізе аламыз. Немен? Газ. Бізде газ жанып жатыр. Попутный газ дейді, соны ұстау керек та, солмен жаңағы электр қуат өндіретін күштерді салуымыз керек дейді. Сөйтіп лапшаны аңқау қазақта іліп жатыр. Міне мәселе не жатыр. Мына бұл жерде бәрі маңызды. Мынау Тоқаевтың алдын ала осы соттың шешімі осылай болады деп айтқаны, және де мынау Жәкішевтің түрмеден шыққаны. Мына екі джип. Бұл екі джип ұлттық қауіпсіздік комитетінің джипі. Жәкішев өзі мойындады. Ол не үшін мойындады? Себебі шикілге тағы шығып қалды. Мына желіде шықты, мына несі, бала туды деп құттықтады оны былтыр 19 наурызда. Сөйтіп әйелі шықты жаңа. Бұл жерде он мәжбүр болды айтуға. Сөйтіп мынау бейнелерге легенданы ойлап тапты. Бұл джиптер ұлттық қауіпсіздік комитетінің джиптері деп, олар айтты, көп сөйлеме, бүйтпе деп. Сөйтіп өзі мойындады. Бұның шығуы жалпы ұлттық қауіпсіздік комитетінің сценарийі. Ал ең маңызды бұл жерде мынау бұрынғы әйелі Жәмила. Бұл Жәмила 2009 жылы сотталынса, 2010 жылы бұлар айырылысады. Ол айырылысады, Америкаға көшіп кетеді әйелі. Бұл сол уақытта ма, бір жылдан кейін бе үйренеді жас әйелге, басқа, мына келіншекке. Сөйтіп түрмеге келіп жүреді, бұны жаңағы қолдау көрсетеді, свиданкаға дейді осы әйел. Ал бұл оны жасырып жүрді. Ол мәжбүр болды айтуға осыны. Сөйтіп ол айтады, мынау Жәмила неге келді? Себебі мен түрмеге қамалдым, Жәмила мені шығарып салды, қарсы салуға да сол керек болады ғой деп сол келді дейді. Бұл логикаға сәйкес емес. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздар. Адам 9 жыл бұрын айырылысып кетті, Америкада тұрады. Ол 3 наурыз күні соттың шешімі шықты. Ол бола ма сот, болмай ма, бір құдай біледі ол үшін, Ал қалай Америкадан жаңағы әйелін әкеледі де, мынау спектакльге қатысады? Тек ұлттық қауіпсіздік комитеттер. Қараңыздар, жаңағы Жәмила өтірік, бұның жанашыры сияқты, әйелі сияқты бұны қаршылап жатыр. Халық бұны түсінбейді. Мұхтар аға, аман болсын. Аман все, canım, все. Allah'ım ödesin. Формирование имиджа дейді. Благополучного семьянина, хорошего семьянина, отца семейства. Міне, легендирование дейді. Мына ұлттық қауіпсіздік комитеттерінің ФСБ-ның жобасы бойынша. Оны халық түсінбейді. Түсіну керек. Түсінбесең, сені қалай алдап жатқанын ешқашан түсінбейсің. Мына құйтырқы саясаттарын. Мұхтар Жәкішев ол міне жаңағы айтқандай әйелі басқа, бұрыннан бері, бұл адам жалпы басқа әлемнің адамы. Мен жаңа айтқандай, мына еліміздің олигархтары толық осыған қарызы, олигарх болғаннан. Себебі Смағұлов болсын, Арманжан Байтасов болсын, Райымбек Баталов болсын, Болат Абилов болсын, сол Мұхтар Әблязов болсын, бәрін жанұя несіне семья дейді, жанұя басшы жанұяға кіргізген, Назарбаевтың алдына өткізген Мұхтар Жәкішев. Себебі
бала кезінде жаңағы Дариғамен бірінші бірге неге барған ба, балабақшаға барған ба, Назарбаевтың үйіне кіретін адам. Сөйтіп өскеннен кейін уақыт өтті, Назарбаев ойламаған жерде билік қолға келіп қалды. Ал енді коммунистік жүйе, үкіметтікі бәрі нарыққа тарату керек, бизнесмен тағайындау керек. Сөйтіп мына олигархтар барлығы тағайындалған олигархтар. Жакишевпен бірге мектепке барған, көшеде ойнаған, институтта оқыған достары. Соларды кіргізді, бізде олигархтарды жаңағы пайда болды. Міне мәселе неде жатыр, достар. Анау кезінде не сияқты, естеріңізде ғой, Дулат Ағадилді өлтіргенде сосын күдік туды. Оны мынау өлтірді деп ұрып соғып. Сөйтіп 27 ақпанда ма, қараңыздар, 2 жыл бұрын мынау Тоқаев шықты. Дулат Ағадилдің қайтыс болған себебі жүректің жетіспеушілігі деп, сердечный недостаточность дейді. Басқаша сөйлеу ол ақиқатқа қарсы сөйлеу деп. Болды. Экспертиза болған жоқ, тергеу болған жоқ, бірақ сол Тоқаев қалай айтты, солай шығарып берді. Дулат Ағадил өзі қайтыс болды, жүрегі шыдамады деп. Мына жерде де мынау кім Жакишевтің ісі бойынша ол түрмеден шығардың алдында мәлім етті. Кім Жакишев шығады деп. Сөйтіп, ол Жакишевтің шыққаны ешқандай соттың шешуі емес, саяси жоба. Ал енді мен қазір түсініп тұрмын, сіздер де түсінуіңіз керексіздер. Жакишевтің шығарған себебі ортақ тақырып, басты тақырып. Енді мен осы ғана деп тұрмын, себебі оны қазір тағы да ақтап келесі жобаларда пайдаланбақшы. Осы тақырып ең басты, себебі шыққан бетте ол Тоқаев айтқаннан кейін, 1-7-тен кейін ба, соттың шешім болды, 2-7 апелляция дейді, содан кейін шықты. Ол шықты жай емес. КНБ-ның джибі шығарды. Анау Америкадан бірнеше жыл, 7-8 жыл бұрын айырылысқан әйелін алып келеді, легендирование дейді. Кәдімгі оны әйелі қарсы алған сияқты, халықтың алдында картинка көрсетіп, Мұхтар Жакишев, сондай халықтың жанашыры, жақсы жана азамат, жанұясы бар, балалары бар, әйелі бар деп. Осы легендамен шығарды да жаңағы әйелі халықтың алдында тұрып, оны қорғаған болып, шыққаннан кейін әйелін самолетқа отырғызды, ұлттық қауіпсіздік комитеті Америкаға кетті. Міне, легендирование болып шықты сол уақыттан. Шыққан бетте мен оған хат жаздым. Мұхтар сұхбат берді. Кейін көреміз деп. Кейін көрем деп маған айтады да, кімге? Барейка, Арманжан Байтасовқа күнде сұхбат береді. Күнде сұхбат береді, өзі насихаттайды. Соның арасында 3 жыл қатарынан, 3 жыл емес 4 жыл қатарынан насихаттайды атом электростанцияны. Қараңыздар, қазір не істеді? Бір ай бұрын ба, 2 жыл бұрын бұны ашкерлегеннен кейін, перде шашылғаннан кейін, Барейкамен отырады да басқа бейне жасады. Мен ойлаппын дейді, дұрыс дейді, атом электростанция керек жоқ шығар, бізде жасауға болады, мынау газ жанып жатыр, соны аулау керек та, сонымен жаңағы электростанцияны салу керек та, электроқуат өндіретін күш салу керек дейді. Қараңыздар, аяқ астында 4 жыл болды, бұл тақырыпты көтермейді. Ал не үшін бұл істеп тұр Барейкамен? Бұны ақтап қалу үшін, бұның имиджін сақтап, мынау сұм жүйе болашақта тағы да Жакишевті пайдаланбақшы. Басқа ешқандай не жоқ. Ал енді бұл 4 жыл жасаған бейнелерін бәрін таратып жатыр, жай ғана таратып емес. Кім Тоқаевтың өзі мынау АЭС-ті насихаттағанда Мұхтар Жакишев былай деді деп, соның сөзін келтіріп насихаттап жатыр. Ол аздай жақында Барейка кімді ақтайым деп, кімді Жакишевті әшкерлеп тастады, менің көзқарасым бойынша. Себебі айтады, қараңдар дейді, мен көрдім дейді, 2 кәдімгі мен таныдым, участковый инспектор бұрынғы түсірген бейнелерін қайсы насихаттады, соны таратып жатыр дейді. Дұрыс. Барейканы түсірген бейнелері бар, Арманжан Байтасовқа бар, басқаларға сұхбат берген, оны бүкіл участковыйлар мұғалімдерге тапсырма берді, чаттардан таратып жатыр. Жакишев айтты, бізге атом станция керек деп. Ал жаңағы соңғы түсірген Барейканы мен түсірген бейнесі 2 жыл бұрын Жакишевтің басқа көзқарас, газбен жасау болады деген, оны ешкім таратпайды. Міне қалай жұмыс жасайды. Мынау неде бұқаралық ақпарат құралдарында сондай не бар? Педалировать дейді. Мысалы бір тақырыпты көтереді, оны жай бірлеп береді да, сюжетте жоқ болып кетеді. Ал бекіту керек болса, мінекей бір тақырыпты қояды, бірнеше сұхбат, 5400 тіркелмеген күнде айналдырады. Міне сондай ахуал болды. Бұл қалай түрмеден шықты, 20-шы жылы бұл насихаттады. Бұл Жакишев бойынша. Ал енді ең қызығы,
мынау тақырып бойынша, АЭС бойынша Жақишевтің сөзін Мұхтар Әблязов келтіріп жатыр. Мен күлдім. Мына жағынан Тоқаев Жақишевтің сөздерін салып насихаттап жатыр. Атом станция керек деп айтты. Бер жағынан кім? Әблязов. Ол айтады, мінекей, айтты, Әблязов, Жақишев айтты, сұхбат берді, газбен жасатуға болады жаңағы электр қуатты, соны пайдалануымыз керек. Ал енді ең қызығы не Тоқаев, не Жақишев пен басқалар жарайды, үнін шығармайды. Мынау басты мәселе. Басты мәселе, мысалы, бұлар айтады, электр қуат жетпей жатыр дейді. Электр қуаттың жаңағы кемшілігі болған 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын бізде жаңағы ағытылды нелер, электр қуат аймақтарда. Путин 20 жылдан бастап па, мынау майнинг жасап жатыр. Майнинг деген адамдар түсінбейді. Майнинг деген ол компьютер сияқты бір компьютер кәдімгі, сөйтіп ол мынау неге компьютер арқылы биткоин шығарады. Биткоин деген сол жаңағы сонда есеп термин. Майнинг биткоин дейді, жаңағы басқа альткоин дейді. Ол жаңадан сонда ойлап тапқан альтернатива алтынға, ақшаға альтернатива, оны ешқай жерде жаңағы қолдан жасауға болмайды, ол жаңағы шектеулі дейді. Сөйтіп бұл тақырыпты біраз мемлекеттер қолға алды, дегенде, бірақ сосын біразы басын тартты. Себебі майнинг жасайтын жаңағы компьютерлер көп қосылғанда электр қуатты көп жейді. Мысалы, бізге келетін болсақ, мен қойғаным бар бұл тақырыпты жариялап, мынау Қарағанды облысы қанша пайдаланады? Халық бар, кармет комбинат бар, басқа өндірістер, соның бірақ майнинг фермасыз электр қуатты жейді. Ал енді іске келетін болсақ, экономикаға жұмыс орын жоқ, себебі компьютер ғана істейді, салық жоқ, ешқандай пайда жоқ, зиян тек электр қуатын жаңағы жейді. Енді қараңыздар, Тоқаев та, Әблязов та бұл тақырыпты көтермейді. Мынау майнинг фермаларды тоқтату керек, жоқ қол керек, сонда бізде мәселе де кетеді өз-өзімен. Керек жоқ ешқандай. Әйтпесе мынау Тоқаев айтады, АЭС салайық, оған 15-20 миллиард керек. Жақишев пен Әблязов шықты, газбен өндіретін шығарайық дейді. Ол деген сол 10 миллиард, 5 миллиард. Әйтеуір ақша шығару керек бюджеттен. Ал мен айтып отқаным, мынау мәселені шешсек, Путиннің майнинг фермаларын құртсақ, 22% плюс, ол бір электр қуаттың. Оның сыртында мен бірінші тақырыпты қойдым, мына бар шаруашылықты қалпына келтіру керек. КПД дейді, коэффициент полезного действия. Соны қалпына келтіру керек. Мына ескі линиялар, трансформаторлар жөндеу керек та, соның өзінде кем дегенде 20% үнемдеуге болады. Сөйтіп, ешқандай ештеңе салмай, жай істі қалпына келтіріп, ақылмен істесек, 40%-дан үнемдеуге болады. Ал оның сыртында, мен мінекей бірінші рет айттым ғой, жаңағы мысалды келтіріп жатырмын, батыстардың. Яғни, мысалы, мынау батыста Германияның жаңағы несі, тәжірибесі. Сіздер мына бірақ статьяны оқысаңыздар, Deutsche Welle, 3 қаңтар 2024 жыл, Андрей Гурков деген жазған. Көзді ашылады. Мына өтірігі шығады, кімнің Тоқаевтың да, кімнің Жақишевтің да. Қайсылар айтады, мынау электр қуаттың күші жетпейді, оны бірісімен қосу керек деп өтірік соғып тұрады. 200-ді екеуі де суайттар. Міне, статья шықты. Мало какая отрасль экономики ФРГ может похвастаться ростом на 85%. Введенные за год мощности равны 14 энергоблокам АЭС. Все больше немецких жилых домов оснащается фотовольтаикой. Күннің көзіне жұмыс жасайтын панельдер 85%-ға көтеріп жаңағы электр қуаттың өндіретін несін көтерді жаңағы өндірісін Германияның. Қарапайым халық, ешқандай үкімет емес, фирма емес, ал оны жасаған жұмысы, мінекей, сен болады 14 энергоблок, 14 атомный станция салдың ба, оны олар 1 жылдың ішінде жаңағы осымен өндірді, қараңыздар, күнмен істейтін жаңағы панельдермен. Жекеменшік адамдар, төбеге қойып, қоршауға жаңағы шартаққа қойылып, балконға іліп, 14 гигаватт. Бұдан асықпай оқысаңыз болады, достар.
енді мынаны стоп кадрда оқысаңыз болады, не сайтты ашып оқысаңыз болады. Мағынасы енді естіп тұрсыздар, Германияның билігі мына халыққа үндеу жасайды. Бұл пайда болды, мәселе қашан? 2022 жылы пайда болды ғой, жаңағы орыстар соғыс ашқаннан кейін. Соғыс ашты, сөйтіп жаңағы газ тоқтатты. Сөйтіп оларда да жаңағы газбен жаңағы жұмыс жасайтын, электр қуатын өндіретін компаниялар болған. Мәселе туды, қымбаттады. Халыққа үндеу жасады. Мынау күнмен жасайтын электр панельдер сатып алғандарда сондай көмек жасанады. 85%-ға 2023 жылы көтерілді. 14 жаңағы электр қуат өндіретін атом электростанцияның күші қандай болды, сондай жаңағы қарапайым халық шешті. Керек жоқ ешқандай жаңағы үкіметтің несі атом станцияны бұлар жауып тастады, болған атом станцияны. Енді білмеймін, бұл жерде біреуге жаңағы дәлелдеу үшін енді бұл нақырысты дәлелдеу керек. Осы уақытта, осы қазір жеткілікті прогресстің, цивилизацияның мына жетістіктерін есепке алып, біреуді дәлелдеуге, мынау желдің күшін пайдаланыңдар, күннің күшін пайдаланыңдар деп, ол тек нақырысқа дәлелдеу керек. Ал бұны істі жасап жатыр, мына сұмырайлар, Тоқаев, бүкіл командасылар. Мен айтқандай, бәрі шетінен сатқындар, бұдан басқа қандай не керек дәлел? Достар, мына кезекті материал, достар, мына тақырыпты Binance'пен қарым-қатынасты, мына биткоинмен жаңағы айналысқан Тоқаевтың ісі жөнінде мен бірнеше рет материал қойдым. Соның ішінде мынау Binance'тың басшысы Чанпен Джао кездескені бар, яғни 25 мамыр 2022 жылы. Глава государства принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Джао. В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане. По завершении встречи в присутствии президента был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance. Қараңыздар, сол күні бұлар жариялайды. Региональный хаб криптоиндустрии в Казахстане дейді. Хаб, жаңағы өндіріс ашамыз дейді, криптоиндустрияның. Не үшін? Міне, бұл мемлекеттің басшысы. Қай болса да бір жаңағы нені жасау үшін, бір бизнес жасау үшін, ол нені көздейді бірінші? Мемлекеттің, халықтың пайдасы. Қандай мемлекеттің пайдасы, қандай халықтың пайдасы? Ешқандай. Мен қазір сіздерге дәлелдеп беремін. Ешқандай. Жоқ. Бұл жерде пайда тек мынау нені майнинг жасап, биткоин жасайтындардың компаниялардың. Себебі олар адам жалдап қажет жоқ. Мысалы, Мерседес жаңағы заводы 5 мың адам, 10 мың адам жұмыс қалады. Оларға жалақы береді, әлеуметтік төлемдер жасайды, жағдай жасайды, страховка дейді неке. Бұл жерде ештеңе. Компьютерлер сатып алдында, тоққа қосып қойдың, розетканы қостың, болды. Компьютерлер өздері жұмыс жасайды. Адам аз, салық 0. Бұлар не істеді? Алаяқты жасау үшін. Мысалы, Қазақстанда ең төмен электр қуат өндіру, жаңағы майнинг жасау үшін дүние жүзінде Қазақстанда ең төмен электр қуат. Ол керетті арзан бағаға электр қуат халық сияқты сатып алады. Мынау майнинг жасау үшін биткоин. Бұлар шешім шығарды. Салық ретінде 1 теңге қосамыз дейді электр қуатқа. Бұл күлкілі, мазақ. Бірнеше бір күніне бұлар, мен есептедім, сіздерге қазір көрсетемін несін дәлелін, күніне бұлар 14 миллион 600 мың доллар 22 жыл тапты бір күнде. Қазір одан да көп майнинг жасады. Ал 1 теңге төлеттір. Міне, ешқандай пайдасы жоқ. Сөйтіп криптоиндустрия ашты. Сіздер естідіңіздер ме? Мынау Шарлапаев, министр ғой өндірістің, басқа премьер-министрдің Тоқаевтың сөйлеп жатқан бұны ашкерлеп. Жоқ. Менен басқа ешкім көтермейді. Таза Аблязов та бұны аузына алмайды. Бұл нақты қылмыстық бизнес Путиннің. Үлкен. Тағы да қайталайын. 14 миллион 600 мың доллар ол дәлелденген бір күнде тауып тұрады. 22-25% электр қуатын бізден ұрлап жатыр. Одан ешқандай пайда жоқ.
оны енді бізге сіздерде электр қуат кемшілігі болды деп айыз саламыз деп тағы да алдап кезекті жобаны жүзеге асырмақшы. Бұл Путиннің жобасы. Американдар оны көрді. Мына Жампен қалай кездесті, келесі жылы бұған қарсы мына шартқа тұрғаннан кейін, келесі жылы Жампенгі Америкада іс қозғатады да бұны соттайды. Бұл қорққаннан бүкіл бизнесін, бинансын американдар бере салады. Соттамаңдар дейді. Сөйтіп 4 айға қамайды да бұлар ымыраға келеді. Тақырып бойынша мына материалдар шыққан кезінде китайские инвесторы запустили майнинг ферму Узакова. Бұл да маңызды мінекей ақпарат. На один биткоин уходит почти 78 тысяч киловатт-час электроэнергии. Сейчас в день генерирует 1800 монет. В четверг, 22 февраля, на майнинг биткоина в мире потратили приблизительно 139 миллионов 976 тысяч 277 киловатт-часов электроэнергии. Значит, на один биткоин ушло около 77 тысяч 765 киловатт-час. Бұл болған ақпарат 28 ақпан 2018 жылы. Қараңыздар, енді бұл ақпараттарды қолға аламыз да, міне шығарамыз. Мен қазірге диаграмманы беремін. Бұлар бір биткоин 78 мың киловатт-час дейді. Бір күнде 1800 биткоин өндіреді екен дүние жүзінде. 13,2% Қазақстанда өндіріледі. Қазақстан 3-ші орында. Сөйтіп 237 биткоин өндіреді Қазақстанда. Ол кеше болды, мен курсты, биткоиннің курсы болды 61.701 доллар, соны көбейткенде 14.660.000 доллар сонша Қазақстанда бір күнде биткоин өндіреді. Ал мен сіздерге айтайын, ешкімге өндіргізбейді. Бір қазақ жасап көрсін, кеңірдегін суырып алады. Жасайтын тек Путиннің командасы, Вагнер болды, бандиттер. Еліміздің бүкіл текстердің аймақтарында, жерінде қоршалған, сол жерде майнинг фермаларын орнатқан. Китайда кезінде кризис болғанда, олардың бәрін жауып тастады Қытай билігі. Путин арзанға сатып алды да Қазақстанға қойды олардың өндірістің бәрін. 2 жылдай бұрын маған мына бейнені жіберген. Еліміздің бір тестердің аймағында, территориясында майнинг ферманы орнатқан. Енді ол атын айт, қай жерде тұрасың деп сұрап едім, қорқады. Қорқады себебі бар. Себебі бұл криминалды бизнес Путиннің. Жасырын. Енді 25 мамыр 2022 жылы Тоқаев жариялады, криптоиндустрия ашамыз деп. Бірақ ешқандай ашық ештеме істеп жатқан жоқ. Себебі крипто бизнес жасап жатқан бірақ тұлға Путин, ФСБ, Вагнер, қылмыстық болатын бүкіл жаңағы дүниелер, бизнестері. Сөйтіп елімізде қай болса да қаланың қасында ТЭЦ тұр. Ол ТЭЦ мінекей электр қуат өндіреді көмірмен, және жылы су жібереді. Міне, соның территориясы ол не болады? Не дейді? Стратегиялық объект дейді. Қоршауда, күзетте. Сөйтіп контейнерлерге бірнеше мың нелер салып қояды майнинг фермалар. Майнинг деген ол жаңағы не компьютерлер кәдімгі. Компьютерлер жұмыс жасап тұрады, оларға жаңағы вентилятор қысып олар. Вентилятормен қызуын басу керек та, электр қуатын ғана жейді. Болды. Бұндай бүкіл Қазақстан бойынша бүкіл тестерде, және гидроэлектростанция дейді, соларда не болмаса газбен істейтін электр қуат өндіретін өндіріс болса, сол жерде орнатқан. 13% дүние жүзінде биткоин өндіретін Қазақстанда өндіреді. Не мәселе не жерде? Мен үндеу жасаймын. Қазақстанда тестерде жұмыс жасайды, ол сіздер жұмысқа баратқанда көресіздер. Белгілендер қай қала, осындай қала, міне майнинг фермасы тұр деп маған бейнені жіберіңдер, жариялайық, көрсетейік. Қорықпаңдар. Қандай енді мен айтпаймын кім жіберген, маған болмаса жай жазып жіберіңдер, мен өзім дауысын шығаруға қорсаңдар, ақпарат жазып жіберіңдер, мен өзім түсіндіремін. Мынау осы қаланың тетісі, осы жерде осындай майнинг ферма орнатқан деп. Кезінде биткоин 6000 доллар тұрғанда пайдалы болды. Қазір 61.000, 10 есе көтерілді. Міне, сол себептен Путин кәдімгі кіріп басып алды жаңағы нарықты Қазақстанның. Мына жерде көрсетілген, қай жерде электр қуат қанша тұратын,
ең арзан Қазақстанда, тағы қайталайын. Мына статьяларды оқып былай кішкене ақпарат жинасаңыздар болады. Енді мына тақырып бойынша тереңірек кірейік. Негізінде биткоин жөнінде мына 27 тамызда мен материал қойғаным бар. Мына оқып алсаңыз болады. Сөйтіп мен перепост жасадым. Мына Павел Александров деген Қазақстанның азаматы, бұл эколог. Сол қоғам назарын осыған аудармақшы болды. Любопытно сплелись две интересные темы в ленте: строительство АЭС и майнинг биткоина в Казахстане. Вопреки расхожему мнению, майнинг из Казахстана никуда не делся. В 2024 году мы продолжаем генерировать более 18% всего биткоина, занимая по этому показателю второе место в мире после США. Учитывая, что по оценкам вся годовая добыча биткоина потребляет порядка 150 тераватт-часов электричества, думаю, справедливо будет оценить нагрузку на нашу энергетику 25-27 терабат-час в год. Эффективность добычи в отрасли весьма однородна. Однако, тогда, зная, что в 2023 году вся казахстанская энергетика произвела 113 тераватт-час электричества, мы можем оценить, что весь этот майнинг только биткоина сжирает 22-23% от всей генерации страны. Еще раз по буквам: четверть всей генерируемой в стране электроэнергии уходит на добычу биткоина, которая для экономики страны бесполезна на 100%. И если кто-то утверждает, что строить АЭС нужно потому, что энергии не хватает на развитие промышленности, то я смеюсь таким доводом в лицо. Отберите у агашек их майнинг, и этого профицита энергии Казахстана хватит на десятилетие развития экономики страны без впадания зависимостью и превращения в ядерные помойки, дейді на жігіт. Енді дяденька деген бұл айтады, Тоқаевтың қасындағылар дейді. Жоқ ешқандай қасындағы, жоқ Тоқаев Путиннің бұл ісі. Толық соғысқа пайдаланып жатыр. Сөйтіп мен оны жаңағы мына қойған жігіттің ссылкасын аштым. Сонда ашық тұрған мына сілтеме. Ал енді кеше мына материал дайындағанда ашам десем, ашылмай қалды. Ашылмайды. Блокқа жіберген мен мына пост шығарғаннан кейін, қараңыздар. Ал енді бұл басқа жерлерде де бар. Достар, бұл мысалы мен интернетке терсеңіздер шығады. Қанша мынау Қазақстан биткоин өндіреді. Бұл ашық ақпарат. Шет елдерде міне мынандай бар, шет елдерден шыққан 12 қазан 2023 жылы топ 10 биткоин майнинг, ең мықты биткоин жасайтын жаңағы нелер мемлекеттер дейді. Бұл ағылшын тілінде шыққан, бұны стоп кадрда өздеріңіз оқысаңыз болады, ағылшын тілін танысаңыздар. Мағынасын мен қазір түсіндіремін. Міне лидерлер: Америка 37% өндіреді биткоинді, 22,5% ол мынау жасыл энергетикамен жасалынатын дейді, жаңағы олардың мемлекетте электр қуатын өндіретін күштерін көрсетіп жатыр. Сөйтіп Қазақстан 13,2% жаңағы дүние жүзінде биткоин өндіріп лидерлердің ішіне кіріп тұр. Кішкентай Қазақстан. Ресейден де асып кеткен. Қараңыздар. Ресейде Путин неге жасамайды? Себебі оларда электр қуат жетпейді ондай жасауға. Міне, бұны мен жаңағы не жасадым да, фотоға түсіріп аудардым. Мына бірінші несі парағы. Топ-10 стран по майнингу биткоина и их возобновляемая электроэнергетика. По оценкам, майнеры биткоинов потребляют 348 терабайт-часов. Он жағында доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, көкпен көрсетілген, бұл ақшта 22%. Қоңырмен көрсетілген, Америка Құрама Штаттары қанша биткоин өндіреді? 37,8%. Екінші орында Қытай 21%, үшінші орында Қазақстан. Қараңыздар.
10 стран, лидирующих в области майнинга биткоина, представляют 93,8% всей сети по хешрейту в мире вычислительной мощности, а США, Китай и Казахстан замыкают тройку лидеров. В совокупности эти три страны размещали почти 3/4 сети по состоянию на конец 2021 года. Қараңыздар мінекей. Қазақстан, Қытай, Америка, төрттің үшін жаңағы мына биткоин өндірді. Соған сәйкес электр қуатты жеді десе болады. Міне мәселе қайда жатыр, достар. Ал бізге қазір АЭС салайық дейді, Жақышев шығады, АЭС емес, газбен салайық дейді. Раньше Китай был лидером по добыче биткоинов до 75% мировых мощностей, но из-за репрессий летом 2021 года их доля упала до нуля всего за пару месяцев. Многие майнеры переехали в соседний Казахстан, привлеченные дешевой электроэнергией, свободным регулированием и стабильным политическим климатом, в то время как другие выбрали Соединенные Штаты. Значительная сцена скрытого майнинга также появилась в Китае. Теперь, когда пыль улеглась, в нижней части первой десятки находятся Ирландия, Сингапур и Таиланд, которые вместе занимают 4,9% сети. Сообщаемая доля Ирландии, и это касается также Германии, занимающей 6-е место, считается значительным преувеличением, вызванным тем, что майнеры в других странах скрывают свое истинное местоположение. Роль возобновляемых источников энергии на национальном уровне США, Китай и Казахстан имели долю возобновляемых источников энергии в размере 22, 30 и 11% соответственно. Для контекста возобновляемые источники энергии составили 30% мирового производства электроэнергии. Наған қайтадан назар аударайық. Мұнар айтады, неке, алдында Қытай лидер болды дейді, бірақ 2021 жылы Қытайдың басшылары қысым жасады дейді. Жоқ болып кетті дейді. Бүйтіп, мынау майнерлер жаңағы неге көшті дейді, Қазақстанға. Бұл жерде бір зат түсіндірейік тағы да. Қазақстанда ешкімді еркін кіріп, ештеңе жасалмайды. Бір ресторан аша алмайды. Ал майнинг, ол деген оны жолатпайды. Монополия. Қазақстанда сен бензинмен сауда жасайсың ба, газбен сауда жасайсың ба, басқа телевизор кіргізесің ба, аптекаға дәрі алып келесің ба. Монополия. Жоғарыда отырғандар мафия. Сөйтіп, бұл тақырып тек Путиннің тақырыбы. Ешқандай Қазақстанның майнингпен жасайтын компания, қазақ бизнесмендері жоқ. Бұл бизнес ретінде Қазақстанда атымен жоқ. Ал енді міне осындай ақпарат шығып жатыр. Міне дәлелдер бар. Есеп, криптоиндустрия аштық деді ғой өзі. Қайда есептері? Салық қанша төледі, қанша жұмыс орын берді? Әрине бермейді. Себебі ешқандай салық жоқ, ешқандай жұмыс орын жоқ. Ал мынау мәселе шығады. Еліміздің 25-30%-ға дейін электр қуатты жұтып атқан майнинг, ал ол майнинг жасап атқан Путин. Міне, түсінікті, неге Тоқаев бұны айтпайтын? Түсініксіз, неге Әблязов бұны айтпайтын? Маған түсініксіз. Басқалар жарайды, қиын бұл дүние, бұлар үшін өте қиын бұл дүние. Бұл дүниеде үштерек бар үлкен, соның арасында адасып кетесің. Енді бұл жерде ақпарат келтіріп жатыр, мынау майнинг қыздырады дейді. Таза несін ауа райына несі келтіреді, әсер етеді дейді. Бізде оның түкіргені бар ғой, Путин. Ауа райы қызбақ түгілі жанып кетсе де қазақтарға түкіргені бар, Путин түкіргені бар, ешкім шаруасы жоқ оның. Міне қазір енді Әблязов тағы да референдумға шақырып жатыр адамдарды, дауыс беріңдер дейді. Одан кейін шығып митингке шығыңдар дейді. Енді бұл жерде қалай жұмыс жасайды? Шақырса барады, дауысын береді. Енді Әблязов шақырып жатыр ғой дейді. Ал митингке шықпайды. Себебі қорқады. Не қажеті бар олар тағы да Малғұраға шақыруға? Мынау кезінде 18 қараша 2020 жылы Әблязовтың шыққаны бар тағы да. Сайлауға барыңдар, қатысыңдар. ОСДП-ға кіріңдер деп. Мен оны сынадым сол уақытта. Бұл не әңгіме? Мысалы, кеше ғана кімді сынап едің ғой, жаңа Нарымбайды, басқаларды сондай әрекетке деп. Бұл түсініксіз болды маған сол уақытта. Бірақ шақырды, кіргізді. ОСДП-ны кірем дегенде, ОСДП-ны жауып тастады аналар сасқаннан. Ақ жолға кіріңдер дейді, тағы да. Не болды? Сайлауға барды адамдар. Ал енді тағы да шақырып жатыр. Басқалар шығып жатыр, жаңадан бір жұлдыз шығып жатыр, Әсет Наурызбаев, шығындар, референдумға барыңдар, бақылаушы болыңдар деп, күлкілі әңгіме. Қашан неде бақылаушылар бір нәрсені шешті. Әрине ештеңе шешкен жоқ, шешпейді. Бұл Әсет Наурызбаевта, мысалы, ол жай адам емес, Алматы қаланың жаңағы
кеңес қоғамының мүшесі. Ол трамплин, сондай жаңағы нсот дейді, кеңес қоғам мүшелері дайындайды да, солай мылжындап боғын езіп жүреді да, алдап солап қарсы шыққан болып, бірақ керек уақытында осылай міне осы жерде сияқты барыңдар референдумға дауыс беріңдер дейді. Бұларға керегі тек кіргізіп дауыс берсе болды. Қандай дауыс ол айырмашылығы жоқ. Міне достар, мен сіздерге құжат көрсетіп тұрмын. Тоқаев 22 жылы мамырда кездесті, Binance'ның бастығымен жариялады о создании регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане. Криптоиндустрия бар. Құжат ретінде президент жариялады. Мына Binance'ның бастығын Тоқаевтан басқа бірде мемлекет басшысы қабылдаған жоқ. Осыдан кейін жаңағы бір жігітті, Жасұлан ба, Жеңіс ба, Binance'ның өкілі ретінде Астанада офис беріп ашты. Сол жігітті бір жылдан кейін министр инновация аэрокосмической промышленности қылып тағайындады. Қараңыздар. Мәселе бар, мәселе жай емес, үлкен. Мінекей министрліктің жаңағы басқарып жатыр Binance'ның несі өкілі. Электр қуат 25-30% жеп жатыр, ал неге келгенде, статистикаға, саясатқа келгенде біреуден үнін шығармайды. Менен басқа Тоқаев түсінікті, жасырады. Басқаларын қойғанда Әблязов та бұл жөнінде бұл тақырыпты көтермейді. Ойланыңдар неге екен? Себебі тыйым салынған. Ал мынау депутаттар енді көріп бұлар тұншығып жатыр. Үгіт насихат жасатып. Қалып жатыр. Байқұстар жүгіріп велосипедтің алдында. Ал міне мынау кезінде осындай шығарды, бұйрық шығарды, криптоиндустрия ашу керек деп. Мінекей кейін 9 қаңтар 24 жылы Алатау қаласын салу керек деп указ шығарып жатыр. Ол не керегі бар? Алатау қаланың не керегі бар? 1 миллион халық тұрады дейді. Соны қазір ауылдардың ішінде мынау Илей ауданы, Жетіген ауылы дейді. Соның ішінде қала салам дейді. 1 миллион халық тұратын. Не үшін? Ақшаны жымқыру үшін. Соның ішінде міне қараңыздар, 30 ноября агентство опубликовало генплан, который включает вложение 8,6 триллиона инвестиций, трассу F1 и поля для гольфа. Сіздерге анау ауылда Жетігенде гольф ойнайтын поле жетпей жатыр ма қазаққа? Ағайын, бауырларым. Біз балалық санадан қашан шығамыз? Мынау Қыртынбайлардың боқ езгендерін тыңдап, солардың арттарына ере беріп, алдана беріп. Қашан біз сауатты адам боламыз? Мен таным бар. Халқым. Міне сұмырай диверсант, орыс әлемінің диверсанты Тоқаев осындай жарлық жариялап жатыр. Бұны тоқтататын депутат бар ма? Жоқ әрине. Себебі бәрі осындай. Сондықтан әлеуетімізді, потенциалымызды ел игілігі үшін жұмсауымыз барынша дайынбыз. Су десеңіз суға, от десеңіз отқа түсеміз. Қандай әрекетке шақырса да Тоқаев, бұлар су десең суға, от десең отқа секіретін хайуандар, сатқындар, шетінен. Тыңдаңыздар мына алаяқты. Құрметті жерлестерім, менің зайсандық ағайындарым, қазір қоғамда мұны атом электр станциясын салу жөнінде дау көп. Даумен бірге дабыра көп. Себебі АЭС-қа қарсы елде қарсылық көп, дабыра көп. Бірақ мен қазір сіздерге бірден айтайын, мен өзім қолдаймын. Әрине, менің қолдауым маған репутациялық бір залал келтіруі мүмкін. Ермұраттың жел шығып кетті ғой деген сөз болуы мүмкін. Әрине болады да. Бірақ болашақ тұрғысынан, елдің келешек энергетикалық, индустриялық даму тұрғысынан қарағанда, бізге бәрібір АЭС керек. АЭС-ті біз қазір салмасақ, 10 жылдан кейін бәрібір саламыз. Қазірдің өзінде біз Ресейден жылына 100 миллиард теңгеге жуық энергия сатып алып отырмыз. Қырғызстаннан алып отырмыз, Өзбекстаннан алып отырмыз. Бұлай мәңгілік жалғаса бермейді. Бірақ АЭС салатын қаржы, ол инвестордың өзі жұмсайтын қаржы. Бұл Қазақстанның қаржысы емес. Бұл инвестициялық қаржы. Ал енді тағы бір қарсылық бізде мынау Ресейге бар, Ресей салады деген. Бұл әлі шешілмеген мәселе біріншіден. Екіншіден мен ойлаймын, біздің қазақстандық билік Ресейдің қазіргі геосаяси жағдайдағы әлемдегі оқшауланып қалған жағдайында технологиялық тұралап қалған елге атом электр станциясын салу мүмкіндігін бере қоймау керек. Солай болады деп ойлаймын. Мен өзім АЭС-ке дауыс беремін,
Ал сіздер референдумға келіп өз ерік-жігерлеріңізді білдіріңіздер. Иә, жоқ, ол өз таңдауларыңыз. Рахмет. Қараңыздар, референдумға кел, дауысын бер дейді, болды. Референдум кіріп сен дауысын 100% адамдар қарсылық берсе де бәрі шығарып береді, анау избирком дауысын иә деп бер дейді. Не істейсің? Кесіп аласың ба? Мына топасын мен айтып жатырмын ғой, бұлар дебилдер деп шетінен. Билік шешу керек дейді жаңағы. Мен де орыстардан алмайтын шығар деп ойлаймын дейді билік дейді. Бұны топас Шариковтер түсінбейді. Парламент депутатынан билік жоғары жоқ. Мына топастар. Ал енді мына сатқынға табынып жүрген адамдарға айтқым келетін. Сәлем айтыңыз. Бұл неге бұлар мына тақырыпты көтермейді? Бұл ашық жариялаған ғой. Мынау не бизнес бар, криптоиндустрия деген бизнес бар. Тоқаев өзі мойындап тұр ғой, соның өзінің жаңағы есебі жүріп жатыр. Бірнеше 100 миллиард, кейде көтеріліп кеткенде триллион доллар жаңағы активтері бар. Бұл Америка құрама штатының жаңағы нелері бар, институттары тексереді. ФРС деген бар, басқалары бар, қаржыны есепке алатын. Сол үшін олар есеп береді үлкен. Міне есеп бойынша Қазақстан лидер. Мына тақырыпты біз нетсек, міне қараңыздар. Қазақстан 3-ші орын алып тұр. 13% жаңағы биткоин Қазақстан өндіріп жатыр. Бұны жаңа мен дәлелді көрсеттім ғой. Бір жаңағы биткоин өндіру үшін қанша киловатт электр қуат керегі? Мен жаңа көрсеттім ғой сіздерге. 78.000 киловатт сағат керек бір биткоин үшін. Қараңыздар. Сөйтіп, мына есептеуге болады ғой. Мына 13% қанша биткоин жасады? 1800 болса, оны 13%-ын шығарасында, соның электр қуатының қанша кетті. Бұны мен емес қой. Үкімет есепке алу керек. Депутаттар есепке алу керек. Ал мен айтқандай, жоқ ешқандай үкімет, жоқ ешқандай депутат. Әріптестер жүр. Мінекей, мәселе не жатыр, достар. Мынау келесі жүгірмек. Атом электр салына ма деп қорықпын. Керісінше салынбай ала ма деп қорқым. Мінекей, кесіп аласың ба? Енді бұлардың бір-екі не бар ғой, әдіс биліктің жаңағы қорқыту, пряник беру дейді, кнут и пряник, қамшымен ішіне. Дубайда Нұрлан Нығматуллиннің әйелі Венера Баймырзаеваның атына тіркелген 50 шақты жылжымайтын мүлік анықталды. Тізім басында 860 шаршы метрлік вилла тұр. Living Legends деп аталатын коттедж қалашығындағы мүліктің құны 670 миллион теңгенің айналасында. Не үшін бұлар сатып жатыр? Тек Дубайда ғана Нұрлан Нығматуллин 50 пәтер алып жатыр. Ол не? Ол үлесі. Мысалы, Путин тонап жатыр, кезінде Астананы салды бұлар, мысалы, Алатау деп жатыр. Астананың жаңағы жұмысында да орыстар пайдасын көрді. Бірнеше 10 миллиард доллар жеді. Экспо деді 5 миллиард па. ЛРТ, Астана қаласында ТЭЦ-3 деген салып жатыр, 13 жылдан асты. Жеп жатыр, тоқтамай. Сөйтіп, бұны заңдастыру үшін мына депутаттар керек. От десен отқа, су десен суға сіңбейтін. Сөйтіп, бұлар өз үлестерін алып тұрады. Қараңыздар. Журналистердің өздері солай алып тұрады. Гүлбану Абенова деген бір журналистка бар, 10 пәтері бар екен. Менде бір пәтер жоқ. Мен 30 жыл бизнеспен айналыстым. Мен 30 жыл бизнеспен айналысқан адаммын. Мен өзім тұрған үйімді Нұрсаяда саттым да, осы іске салып жатырмын ақшамды. Соңғы ақшаларымды осы іске салып жатырмын. Қазағым көзіңді аш деді, алдап жатқан, тонап жатқан, мінекей осындай күштер бар. Ал осыны түсінбесен, қазақтың 90% сеніп жүр. Заитовке, Бапиге, Жақишевке, Тоқаевке, басқаларға. Маған сенбейді, осыларға сенеді. Қашанда бұлар, күні-түні бұлар тонап жатыр, сатқындық жасап жатыр. Міне, достар, мәселе не жатыр. Кеше ғана ғой бұлар. Кеше ғана бізге экспо өткізді ғой. Не, экспо. Болашақтың энергиясын таңда. Осындай экспо болды бізде 2017 жыл. Енді бап бізге атом электр станциясын саламыз дейді. Сонда қалай түсінуге болады. Ешкім әлі ұмытқан жоқ. Халық бәрін біліп отыр. Халық бәрін айтып отыр. Енді мен бұл жігітпен келіспеймін.
шындыққа келгенде халық ұмытып отыр. Халық бәрін 3 күннен кейін ұмытып кетеді. 3 күннен кейін ұмытып кетеді, достар. Иә, міне көрсетті, желмен істейтін жаңағы генераторлар, күнмен істейтін осындай саламыз деп 5 миллиард долларды ұрлады да, енді қазір қазақ көз бақырайып тұрып, бізге керек атом электростанция. Мен қазір мынау ешқандай күтіп тұрған жоқпын, 6 қазан күні халық шығып қарсылық танытатын деген. Жоқ, ешқандай мен күшті көріп тұрған жоқпын. Иә, бұл жерде тек жаңағы санасы бар 50 мың адам жиналып шықса, онда біз саяси тақырыбында бұл мәселені шешеміз. Бірінші мәселе ол билікті ауыстыру керек те, билікті өз қолымызға алу керек. Иә. Бұл жерде қандай дәлел керек, достар? Міне мынау Deutsche Welle статьясын оқыңдар, қайтадан иә, міне. Мұнадан артық ешқандай дәлел керек жоқ. Қараңыздар, мынаны мұқият оқысаңыздар. Сондықтан осы айтарым, достар, көп сөз бос сөз, өзгеріс қаласақ, жол біреу, саясатқа кір. Саясатқа кіру тағы да оны білу керек. Қалай кіретін, кімге сенетін, иә. Бұл жерде қазір халық таңдау партиядан басқа бірде саяси ұйым тұлғаларды мен көріп тұрған жоқпын. Дұрыс жолды көріп тұрған, халықты дұрыс бағытқа шақырып атқан. Тек халық таңдау партиясы. Жақсы, қош сау болыңыздар.